Рахмет, Ерлан Жақанұлы. Менің депутаттық сауалым Қазақстан Республикасының бас прокуроры Берік Асыловқа, Қазақстан Республикасының ішкі істер министрі Ержан Сәденовке және Қазақстан Республикасының оқу-ағарту министрі Ғани Бейсенбаевқа. Бүгінгі депутаттық сауалым аты адам болғанмен әрекеті адамдықтан ада қаскөйлер хақында. Алыстан орағытпай турасын айтсам, жұрттың жағасын ұстатқан жағдай Алматы облысы Талғар ауданында болды. Қоғамды қамықтыратын сол. Соңғы уақытта жасөспірімдердің бір-бірін аяусыз соққыға жығуы, қорлауы, ең сорақысы арты өлімге апаратын қайғылы жайттар жиілеп кетті. Телеарнаны қосып қалғанда, газет бетін ашып қалғанда, радионы басып қалғанда азаматтар бір-бірін ұрды, соқты деген ақпараттан көз ашпайтын болдық. Біздің қоғам қайда бара жатыр деген сұрақтың көпшіліктің көкейінде көлкіп тұруы заңдылық осындайда. Кеше ғана Талғарда болған жағдай есімізде екеу түсімізді төртеу қылды. Барысын бұқара жақсы білет. 3 адамды жабылып сабаған төбелескіш тексіздердің тентектігінен 16 жасар бала, бір әулеттің аймаңдай азаматы Шерзат көз жұмды. Әкесі мен бауыры соққыға жығылды. Баланың ажалына не себеп деген сұрақ туады. Сондағысы бір бөтелке алкоголь. Қазақ арақпен достастым дегенше адамгершілікпен қоштастым дейді. Ішкіштің өзі адамгершілігімен қоштасып қана қоймай, кінәсіз кісілердің өмірімен қоштасуына себеп болғаны қатты қапаландырады. Осындайда біздің қоғам қауіпсіз бе өзі? Заң кімнің жағында деген заңды сұрақ туады. Себебі Шерзаттың әкесі тергеудің тұралап тұрғанын, аудандағы құзырлы орын өкілдерінің істі созбаққа салып жатқанын, қылмыскерді қойып, баласынан айырылған отбасын түнде тергеуге шақырып алып, өктем сөйлегенін айтып, бейне үндеу жасады. Ел өре түрегелді. Артынша істі ішкі істер министрлігі өз бақылауына алды деген ақпарат тарады. Қоғамды қорқытатыны осы. Қылмыскерді жазалау үшін, әділдікке жету үшін бейне үндеу жасап, әр істі бір министрдің бақылауға алғанын күтіп отыру керек пе? Неге жергілікті жерде құқық қорғау орындары дереу істің ақ-қарасын анықтап, әділ тергеу өткізбейді? Мұндай жағдайда біз тек қана заң үстемдігіне иек артуымыз тиіс. Президенттің біздің елімізге заң үстемдігі және азаматтық тәртіп аса қажет дегенін де ескертейін. Оған қоса мемлекеттік деңгейде полиция мен құқық қорғау орындарына деген сенімділікті арттыратын нақты жұмыстарды іске асыру маңызды деп білемін. Оның негізгісі қылмыс орын алғанда құқық қорғау органдары бірден әділ әрекет етуі тиіс. Әйтпесе жапа шеккен отбасының мүшелері ашуға бой алдырып, қылмыскерді жазалауға өздері бекінуі мүмкін. Қаперлеріңізге тағы бір жайтты салайын. Осы жылдың қыркүйегінде Ақтөбе облысында 14 жасар Сыдық Нұржанды жоғары сыныпта оқитын 10 шақты оқушы жабылып сабаған. Салдарынан бала көз жұмды. Ол кезде де марқұмның әпкесі әлеуметтік желіге шығып, әділдік іздеп, құзырлы органдарға жүгінді. Сонда қылмыскерлер жазасыз қалмайтынына сенсе, жұрт бұлай шарқ ұрмас еді. Сол Алматы облысының Талғар ауданында қыркүйек айының соңында бір тәрбиесіз бұзақының кішкентай баланы аяусыз сабағаны түсірілген бейне жазба тарады. Ол кезде Алматы облысының полицейлері істі бақылауға алдық деді. Алайда арада апта өткенде сол Талғарда мінекей 16 жасар ұлды бір топ қаскөй өлтіріп кетті. Жасөспірімдер жапа шеккен жағдайларды тізсем таңды таңғыруға тура келеді. Қыркүйекте Павлодар облысының Кенжекөл ауылында бір топ бұзақы бір жасөспірімді аяусыз сабап тастады. Ақтауда жасөспірімдердің жаппай төбелесі түсірілген 2 видео тарады осы аптада. Біреуінде топ-топқа бөлінген балалар бір-бірін аяусыз сабап жатыр. Екіншісінде бірнеше қыздың бір қызды ұрып қорлап жатқаны түсірілген бейне жазба желіні кезіп кетті. Бұл тек соңғы айдағы жайттар ғана. Қорытындылай келе, менің мынадай ұсыныстарым бар. Бірінші, Алматы облысы Талғар ауданында 16 жасар азаматты өлтірген, жақындарын аяусыз сабаған қылмыскерлер қамауға алынып, оларға заңға сәйкес әділ жаза берілуі тиіс. Екінші, аталған іс бойынша барлық құқық қорғау орындары тізе қосып, оқиғаның заңды құқықтық бағасын тез арада беруі қажет. Үшінші, білім беру ұйымдарында құқық негіздері атты пән бар, бірақ оның сапасына қатысты мәселе көп. Аталған пәннің бағдарламасын қайта жасап, балалар өмірде бетпе-бет келетін жайттар мен өмірден алынған нақты кейстерге сүйеніп оқыту керек. Төртінші, мемлекет басшысы ұсынған заң мен тәртіп қағидатына сүйене отырып, елдегі құқық қорғау жүйесіне, полицияға деген халық сенімін күшейту, қоғам көзқарасын өзгерту бойынша жалпы мемлекеттік деңгейде кешенді шаралар қабылдау қажет. Ол үшін халыққа адал қызмет ету керек. Адал қызмет болмаса, сенім болмайды. Ал сенімсіз атқарылған істің бәрі еш кететіні әмбек аян. Осыны ұмытпайық. Құрметпен, Аманат партиясы фракциясының мүшесі депутат Нартай Сәрсенғалиев.